Ардақты сахабалардың бірі Әслам өзі куә болған уақиғасын былай деп тілге тиек етеді. Халифа Хазіреті Омармен бірге бір күні түнде Мәдинаның көшелерінде кезіп жүргенбіз. Бір уақытта бір үйден жылаған балалардың даусын естіп, солай қарай беттедік. Жақындай келіп қарағанымызда үйде балалар жылап отыр екен. Ал балалардың жанында отырған анасы ошақта су толы құр қазанда қайнап жатқандығын көрдік. Хазіреті Омар анасынан балалардың неге жылап отырғандықтығын сұрайды. Сонда анасы аштықтан деп жауап берді. Халифа Омар қазанның балаларды жұбату үшін қайнап жатқандығын дереу аңғарады. Әрі әйелдің балаларын осылайша алдап ұйықтататындығын түсініп, көз жасына ерік берді. Омар дереу зекет дүние мүліктері жиналып тұратын қоймаға жөнелді. Қоймадан бір қап ұн және тағы да басқа азық түлік алып, иығына салып өзі арқалады. Қапты мен арқалайын деп едім. Омар көнбей қойды. Маған қарап, «Ей, Әсләм, өзім арқалаймын. Өйткені жетімдердің есебі ақыретте менен сұралады», деді.